Қайырлы күн, құрметті депутаттар, сессия қатысушылар, Зұлпықар Сансызбайұлы. Жақында облысымызда кадрлық өзгерістер орын алды. Соны таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Облыс әкімінің өкімімен облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы болып, Қозықанұлы Мекенхан тағайындалды. Облыс әкімінің өкімімен облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасының басшысы болып, Төлепов Ғалымжан Әнуарұлы тағайындалды. Сіздерді жаңа жұмыс орындарыңызбен құттықтаймын. Барлық жаңа бастама істеріңізге сәттілік тілеймін. Құрметті сессия қатысушылар, сессия жұмысын бастауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі 8-ші шақырымдағы облыстық мәслихаттың кезектен тыс 19-ші сессиясының жұмысына облыс әкімінің міндетін атқарушы Зұлпықар Сансызбайұлы жолдасып, облыс әкімдігінің мүшелері, облыстың басқармаларының басшылары, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 19-ші сессиясын ашуға кворум бар. Сондықтан сессияны ашуға рұқсат етіңіздер. Сессияның жұмысын қамтамасыз ету үшін редакциялық және санақ комиссияларын сайлауымыз қажет. Бұл мәселелер бойынша ұсыныстар сіздерде бар. Редакциялық және санақ комиссияларының дербес құрамы жөнінде депутаттардан ескертпелер болады ма? Олай болса, осы ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Дауыс беру тоқтатылды. Ұсыныс қабылданды. Құрметті әріптестер, бізге сессияның күн тәртібін бекіту қажет. Күн тәртібінде 8 мәселе енгізіліп отыр. Ол сіздердің қолдарыңызда бар, және алдын ала онымен таныстыңыздар. Күн тәртібі бекітілсін десеңіздер, дауыс берулеріңізді сұраймын. Көпшілік дауыспен бекітілді. Онда күн тәртібіндегі бірінші мәселе 2025-27 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы Түркістан облыстық мәслихатының 24 жылғы 13 желтоқсанындағы номер 14-180/8 шешіміне өзгерістер енгізу туралы сөз облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Қанат Әбдіразақұлы Қайыпбекке беріледі. Так. Онда кімде-кім осы шешімнің жобасы қабылдансын десе, дауыс берулеріңізді сұраймын. Рахмет, отырыңыз. Рахмет. Келесі сөз облыстық мәслихаттың бюджет, экономика және ауыл шаруашылығы мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясының қорытындысымен таныстыру үшін осы комиссияның төрағасы Тұрысбек Мағауия Сексенбайұлына беріледі. Құрметті сессияға қатысушылар, 2025-27 жылдар аралығында 2025-27 жылдарға арналған облыстың бюджеттің енгізу Қазақстан Республикасы бюджетінің кодексінің және Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару өзін-өзін басқару туралы Қазақстан Республикасы заңына сәйкес қорытынды жасалады. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзін басқару туралы Қазақстан Республикасы заңына сәйкес аталған мәселе облыс мәслихаттың қарауына кіреді. Сондықтан да тұрақты комиссия шешім жобасын қабылдауды ұсынады. Сұрақтар бар ма Мағауия Сексенбайұлына? Онда кімде-кім шешімнің жобасы қабылдансын десеңіздер, дауыс берулеріңізді сұраймын. Дауыс беру тоқтатылды. Мәселе көпшілік дауыспен қабылданды. Күн тәртібінде келесі мәселе Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясының мүшесінің лауазымынан босату туралы сөз облыстық тексеру комиссиясының төрағасы Тәпиев Ғалымжан Серікбайұлына беріледі. Сұрақ болмаса, шешімнің жобасы қабылдансын десеңіздер, дауыс берулеріңізді сұраймын. Көпшілік дауыспен қабылданды, отыра беріңіз. Күн тәртібінде келесі мәселе Түркістан облысында ауыз су беру бойынша көрсетілетін қызметтердің құны субсидиялауға жататын сумен жабдықтау жүйелерінің тізбесіне енгізілген сумен жабдықтау жүйелерінен берілген ауыз судың 1 текше метр үшін төлемақы мөлшерін бекіту туралы. Баяндама Үсіпәлиев Тоқтар Оразұлына. Рахмет, онда шешімнің жобасы қабылдансын десеңіздер, дауыс берулеріңізді сұраймын. Дауыс беру тоқтатылды. Мәселе көпшілік дауыспен қабылданды. Рахмет. Рахмет.
Күн тәртібінде келесі мәселе Түркістан облысының әкімдігі жанындағы Түркістан облысының бизнесі өңірлік үйлестіру кеңесінің дербес құрамын бекіту туралы Түркістан облыстық мәслихатының 19 жылы 13 маусымдағы шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Шонбасов Қанат Пармаханұлына. Облыстық мәслихаттың тұрақты комиссияларының бірлескен отырысында талқыланды. Шешімнің жобасын қабылдансын десеңіздер, дауыс берулеріңізді сұраймын. Мәселе көпшілік дауыспен қабылданды. Рахмет. Күн тәртібіндегі келесі мәселе Түркістан облыстық мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы Түркістан облыстық мәслихатының 2025 жылғы 26 қыркүйектегі шешімнің күшін жою туралы. Бұл мәселеде облыстық тұрақты комиссияларының бірлескен отырысында қаралып қолдау тапқан. Шешімнің жобасын қабылдансын десеңіздер, дауыс берулеріңізді сұраймын. Көпшілік дауыспен қабылданды. Күн тәртібіндегі келесі мәселе Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясы мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы Түркістан облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы шешіміне өзгерістер енгізу туралы Тәпиев Ғалымжан Серікбайұлына беріледі. Тыңдалды ма? Онда шешімнің жобасы қабылдансын десеңіздер, дауыс берулеріңізді сұраймын. Рахмет. Күн тәртібіндегі келесі мәселе Түркістан облысы әкімдігі жанындағы құқық бұзушылық профилактикасы жөніндегі ведомствоаралық комиссияның дербес құрамы туралы Түркістан облыстық мәслихатының 18 жылы 28 қыркүйектегі нөмір 30 шешіміне өзгерістер енгізу туралы сөз Қаланов Ильяс Сұлтанұлына. Қайырлы күн, құрметті төраға, құрметті депутаттар. Кадрлық өзгеріске байланысты облыс әкімі жанындағы Онда, бұл да біріккен отырыста қабылданған, қаралған. Шешімнің жобасы қабылдансын десеңіздер, дауыс берулеріңізді сұраймын. Мәселе көпшілік дауыспен қабылданды. Келесі мәселе Түркістан облысы әкімдігі жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі комиссияның дербес құрамына өзгерту енгізу туралы. Бұл туралы жаңа тыңдадыңыздар. Дауысқа қоюға рұқсат етіңіздер. Кім мақұлдаса, дауыс беруін сұраймын. Дауыс беру тоқтатылды. Мәселе көпшілік дауыспен қабылданды. Құрметті әріптестер, осымен күн тәртібіндегі мәселелер қаралып болды. Бүгінгі сессияның жұмысын қорытындылау үшін сөз облыс әкімінің міндетін атқарушы Жолдасов Зұлпықар Сансызбайұлына береміз. Құрметті депутаттар және сессияға қатысушылар, бүгінгі қалыптасқан дәстүр бойынша сіздің шақырылымызда кезектен тыс 19 сессия кездесіп отырмыз. Жалпы облысымыздағы әлеуметтік экономикалық және қоғамдық саяси жағдайына ықпал жасайтын мәселелер талқыланып, олар бойынша шешімдер қабылданды. Облысымызда әлеуметтік экономикалық даму бойынша алдында атқаратын ауқымды шаралар жеткілікті. Сондықтан алға қойған мақсаттар мен міндеттерді жүйелі түрде орындауымыз қажет. Инвестиция тарту, өндірістік орындар ашу, халықты жұмыспен қамту басым бағыт болып қала береді. Осы жиынды пайдаланып тағы бір мәселе, өздеріңіз білесіздер, өткен аптада мынау қайғылы жағдай өзінің өңірімізде Жетісай ауданында болды. Өртпен байланысты адам шығыны болды. 9 бала қайтыс болып, 12 адам жалпы қайтыс болды. Сол өрттен біз мынау тапсырма беріп, бүкіл аудандарымызда үлкен топ құрып, ішінде монополистеріміз де бар, бүкіл әкімшілік болып, полиция, ЧС болып, бәрі бүкіл жаңа гостиницаларымыз, кәсіпорындар, үйлерімізді бәрі үлкен мониторинг түсіндірме жұмыстар жасап отырмыз. Бәр жерде, бәрі түсіндірме жұмыстар, себептері өздеріңіз білесіздер, тоқпен байланысты болып тұр. Оны әрине тексеру өте қиын, бірақ соған қарамастан қазір бүкіл үйлерді, токтарын, газ қолдану бәрі түсіндірме жұмыстарды жүргізіп, мониторинг жасадым. Соған сіздерді үлес қосып, осы мәселеге насихаттауға, бас қосуға шақырамыз. Құрметті депутаттар, сессия барысында қаралған мәселелер бір ауыздан қолдау көрсеткеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Назарларыңызға рахмет. Құрметті депутаттар, сессияны жүргізу жөнінде ескертпелер бола ма? Рахмет, осымен сессиямыз жабық.